Кинодағы тақырып қазір ауқымды жүріп жатыр. Сіздің ойыңыз қалай? Ең бастысы біздер қазір тоқтамай әр кезеңде әрқашанда айтып жүретін отбасылық құндылықтар болу керек міндетті түрде. Осы аналар, әпкелер, жалпы отбасының ұйытқысы болып отырған анамыз туралы әдемі бір кино түсіріліп жатыр. Сондықтан барынша қолдап келдік біз бүгін. Рахмет үлкен. Біздің жас актрисаларға тілегіңіз болса? Ақ жол тілеймін, өнерді шын жүректен жақсы көріңіздер. Өнерді жақсы көрсеңіздер, ол сіздерге міндетті түрде әдемі жауабын қайтарады. Сондықтан да шабыттарыңыз шарықтай берсін, қанаттарыңыз талмасын. Мөлдір әпке, ісіңізге сәттілік. Мөлдір Айдарқызы деген үлкен мектептер көп ашыла берсін. Мөлдір Айдарқызы деген франшизасы бар 1000 мектеп болсын. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз киноға алғаш рет түсіріп жатсыз ғой, Иә. Алғашқы кинодағы әсеріңіз қалай? Рилс түсіргендегідей емес екен. Өзім рилс эксперт ретінде негізі рилс түсіру оңай екен, бірақ мына бүгінгі киноның режиссерлардың, жалпы актерлардың сахна сыртындағы жұмысы оңай емес екенін мен түсініп отырмын. Жалпы әсерім күшті. Тек қана киноның шығуын күтеміз. Иә, біздің оқушылармен жұмыс істеген сізге қалай? Ұнап жатыр ма? Молодцы, өте жақсы, оқушылар өте талантты, дарынды деп айтсам болады. Рахмет үлкен. Біздің жас актрисаларымызға ыстық лебізіңіз болса? Бұйырса, жарқын, болашақта жарқын, мынау әлемге тек қана өздерінің таланттарымен танымал жас өспірімдер бола берсін, өсе берсін. Жалпы мен өзім дұғамды көп тілеймін да, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, соның ішінде жастарымыздың интеллектісі мықты, иманды, салихалы ұрпақ болсын деймін. Осындай бір тілегім бар. Рахмет үлкен. Менің бүгінгі түсірілім күнім аяқталды. Бүгінгі түсірілім күні өте жақсы болды. Актерлар өз жоғары деңгейде өз образдарын жақсы алып шықты. Балдардың ойын әсіресе шеберліктері бала болса да өте керемет, сәтті болып шықсын деп тілеймін. Құдай қаласа сәттілік. Бүгін Мөлдірдің съемкасында бірінші рет болдым. Бастама өте жақсы. Оның үстіне жалпы команданы жинап жұмыс істеу деген ол өте қиын. Балалармен жұмыс істеу ол одан да қиын нәрсе. Сондықтан Мөлдірге тек қуат тілеймін, сарқылмас. Бұл өте жақсы бастама. Оның үстіне қозғалып жатқан тақырыптар да өте актуальны.